Агата Кристи, ағылшын жазушысы. Сіз осы немесе басқа адам туралы қанша болжам жасай аласыз, бірақ 10-9 рет қателесесіз. Ақыл көзге қарағанда көбірек көреді. Ер мен әйелдің бір-біріне деген сүйіспеншілігі әрқашан олар дүниедегі барлық нәрсе туралы бірдей ойлайды деген иллюзиядан басталады. Әдет бұл сіз енді байқамайтын нәрсе. Күлкілі біреуді көргенде ғана сіз оны қаншалықты жақсы көретініңізді түсінесіз. Кез келген әйел ойланбастан әлемдегі барлық еркектерді өзі үшін немесе ең жақсы құрбысы үшін әлеуетті күйеу деп санайды. Оятқыш сағаттың шырылдамауы көптеген адам тағдырын өзгертті. Мен детектив романдарының сюжетін ыдыс-аяқ жуып жатып, бұл іс қаншалықты ақымақ кәсіп адам өлтіру туралы ой еріксіз келеді. Бұл тартпас логика маньяктың белгісі. Әйел барлық жерде ер адамның жанында болу керек. Егер ол жанында болмаса, ол оны ұмытуға құқылы екенін сезінеді. Сылтау айтқан адам өзін кінәлайды. Әйелдер 99 рет ақмақ сияқты әрекет етеді, бірақ олар ерлерге қарағанда 100 есе ақылды. Сіз шырынды алма жеп өзегінде сұмдық құртқа тап болдыңыз. Тап болдыңыз ба? Көптеген адамдар мұндай алмаға ұқсайды, әсіресе бүгінгі күннің. Әйелдер мыңдаған ұсақ бөлшектерді бейсаналық түрде байқайды. Оларды бейсаналық түрде салыстырады және оны интуиция деп атайды. Дауыстап қоқанулық жасайтындар әдетте оны орындамайды. Ескі күнәлардың ұзақ көлеңкесі бар. Әйелдер бақылауда болғанды жақсы көреді, бірақ олардың құрбандығы бағаланбаса жек көреді. Екінші жағынан ерлер оларды үнемі еркелететін әйелдерді бағаламайды. Өмірдегі ең үлкен бақытты балалық шақ. Тіпті ең жазықсыз адамдар да басын жоғалтады, және егер олар өлтірді деп күдіктенсе, керемет ақымақтық жасайды. Қызды жаман атағы бар жігіт қызықтырды. Оның махаббаты оны түзете алады деп ойлайды. Мен әрқашан ең нашар еркектердің ең жақсы әйелдердің қызығушылығын оятатынына таң қалатынмын. Үлкен ақша туралы сөз болғанда ешкімге сенбеген жөн. Әлсіз адам өзінің тұзаққа түскенін түсінгенде, ол кез келген бұзақыдан да қауіпті болады. Мен өмірдің бір жақты екенін, артқа қарауға болмайтынын түсіндім. Бірдеңені білемін деп айту оны білуден қиынырақ. Адам жасаған зұлымдық көбіне одан асып түседі. Неғұрлым ақымақ көрінсеңіз, соғұрлым олар сізге жақсы қарайтынына көптен көзім жетті. Әйелдердің бір-біріне деген пікірлерінде қателесулері сирек. Адамдарға олар қабылдай алмайтын нәрселерді бермеңіз. Кішкене жала өмірге тәтті дәм береді. Сақтық ең жақсы қару. Қорқыныш логиканы білмейді.
адамдарға бір жақты көзқарас дұрыс қорытынды жасауға кедергі жасайды. Сіз сенімдерге емес, фактілерге сенуіңіз керек. Адам ғашық болып көрінгенде ол көңілді, ержүрек, әртүрлі көңіл бөлуге тырысады. Бірақ егер ол шын ғашық болса, ол қой сияқты болады. Жаналғыш бір қылмысқа қанағаттанбайды.